қасымда отырған кісілер айтады да, анамның дейді, жүгеріден істеп берген наны әлі аузымда дейді да, дәмі. Бұрын біздің Құдай тамақтағы астар етке салынып алған сорпаның ішіне берілетінде, анау қайнап қайнағаннан ботқа болып қалатын дейді, күріштер. Ой, сол күріштерді деп жаңа үлкен кісілер сағынып отыр да енді. Қазір енді оны адамдар жемейді да ғой деп. Өзі адамды негізі кейде жоқшылық тәрбиелейді. Жоқтық адамды тәрбиелейді, сабасына түсіреді. Бір сынақтың артында білу керек, немесе біреу сізді Құдай сізбен сынап жатыр ма, білу керек, оның артында Алла тұршы негізі. Мәселен, біреу артыңызда нормально тұрған едіңіз, банк бір соқып кетті да келіп. Берейін дейтін, берейін десе тым ақша шығынның да. Сығып тұрсың да. Енді оған көзіңе қарамайсың ба, әкең, шешең деудің барлығы тек бос сөздер. Мәселен, сондықтан да біліңіз, Алла тағала біреу арқылы сізді міндетті түрде сынайды. Малыңыз арқылы сынайды, жаныңыз арқылы сынайды. Бұл дүние, сол үшін құрметті жақсылар, сынақ. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Пайғамбарды Алла осылай сынаған. Пайғамбардың 3 ұлы болды ғой. Енді осыны бір адам қылып мәпелейін ба деген кезде бәрі кішкентай кезінде шетінеп кете береді ғой. Алланың елшісі қатты жылады. 3-ші ұлы Ибрахим сол 2-3 жасында қайтыс болып кеткенде қатты жылаған Алланың елшісі. Құдай одан кейін оған ұрпақ бермеді да, ұлдан.